ертеде Жамбыл облысы Жуалы жерінде 2000 жылдың шілдесінде күн нұрындай жарқырап бір қыз дүниеге келді. Атын әжесі Аида қойды. Балалық шағын номер 42 мектептің қабырғасында өткізді. Ойын ойнап жүріп бала Аида бір нәрсені жақсы көрді. Біреуге үйретуді, түсіндіруді және көмектесуді. Қуыршағына сабақ өткізген сәті ұстаздық жолының алғашқы қадамы еді. Университет арман мен үміттің есігі. 2017 жылы Тараз гуманитарлық университетінің табалдырығын аттады. Сабақ оқып, ұстаздық сырын үйреніп, тәртіп пен жауапкершілікке шыңдалды. Ол 4 жыл бойы білімнің шыңына өрледі. 2021 жылы көктеммен бірге ол да жаңа өмірге қадам басты. Сағадат Нұрмағамбетов атындағы номер 10 мектепте мұғалім болып алғаш жұмысын бастады. Алғашқы сынып, алғашқы қобалжу, алғашқы қуаныш. 2024 жылы оның еңбегі еленді. Ол педагог-модератор атағын алды. Бұл үздіксіз еңбектің ізденістің, жүректен шыққан сабырдың нәтижесі еді. Ол тоқтамады, өзіне сенді. Жолын жалғастырды. Біліктілігін арттыру үшін тағы да оқып курстарға барды. Ол үшін білім тек кітап емес, ол қызық әлем. Ол ойын арқылы оқытты. Балалар сабаққа асығып келді. Ойнай жүріп үйренді, үйрене жүріп жетілді. Ұстаз болу өнер екенін түсінді. Бұл ұстаздың сабағы нағыз ертегі. Сол күннен кейін газет бетінде мақалалар пайда болыпты. Бұл мақала желдей тарап, ауыл-аймаққа оның еңбегі жайлы жағымды сөздер жетіпті. Балалар да, ата-аналар да, әріптестер де қуаныпты. Жетістіктер көптің көзімен өлшенеді, бірақ Аида үшін нағыз жетістік шәкірттің табысы. Ол көптеген марапаттар иеленді, алғыс хаттар жинады, бірақ ең маңыздысы жүрекке жеткен алғыстар еді. Ол тірі кітап, оның беттері әлі де жазылуда. Алда асулар, армандар, жаңалықтар. Бұл кітапты оқыған адамға қызықты, өйткені бұл шын жүректен жазылған ұстаз өмірі.